Сәлем Әсел. Сәлем достар, сәлем Бекзат. Бұл видеода біз күшті тақырып талқылаймыз. Ең көп сұралатын сұрақтардың бірі, мысалы, мен де ағылшын мұғалімі, Бекзат та ағылшын тіл мұғалімі. Бізден ең көбінесе достарымыз, оқушыларымыз сұрайтын сұрақтардың бірі ол мен ағылшынша түсінемін дейді. Мұғалім сөйлеп жатқан кезде, фильм көріп жатқан кезде, өлең тыңдап жатқан кезде, кітап оқыған кезде бәрін түсінемін дейді. Грамматиканы оқығам, ережелерді білемін, сөздерді де былай білемін дейді. Бірақ сөйлеген кезде бірден сөз есіме келмейді дейді, сосын сөйлей алмаймын дейді. Бір андай барьер бар дейді да, көбісі сөйлеу қиын дейді. Соны біз бүгін талқылаймыз. Сосын видеоның соңында біз екі күшті техникамен бөлісетін боламыз. Ең алдымен танысып өтейік. Бекзат, өзің туралы айтып кетсең. Сәлем, барлықтарыңызға сәлем. Мен есімім Бекзат. Ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Осыдан ағылшын тіліне сабақ беріп келе жатқаныма 6 жылдай болып қалды. Егер енді ресми түрде қабылдайтын болсақ. Мұғалімдікті білім инновациядан бастадым. 1 жыл сол жақта жұмыс істеп, сосын Астанадағы Нұрорда мектеп лицейінде жалғастырдым. Сөйтіп магистратураға түскен себептен тезис жазуға тура келді. Сөйтіп жұмыстан шығып, үйіме қайтып, тезисімді жазып бітіріп, енді бұйырса Алматыдағы 125-ші мектепте ағылшын тілі пәні мұғалім болайын деп жатырмын. Рахмет, күшті. Енді мен өзімді таныстырып өтсем, жалпы егер менің жаңағы оқырмандарым көріп жатса, ютубтағы, олар біледі кім екенімді, бірақ жаңа адамдарға таныстырып өтейін. Мен де ағылшын тілі мұғалімін. Ағылшын тіліне сабақ беріп жүргеніме ресми түрде енді 5 жылдай болып қалды. Мен де білім инновация лицейден бастағанмын. Ал сосын университетте сабақ бергем. Және қазірде басқа университетке кіріп жатырмын ағылшын мұғалім ретінде. Өзіміз жалпы Бекзат, біз бір-бірімізді жаңағы студенттік кезден танимыз. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университетінде оқығанбыз. Алматы қаласында, Абылай Хан атында. Сол жақта жаңағы педагогикалық факультетті бітіргенбіз, екі шет тілі, ағылшын және қытай. Енді біз мен ойымша талқыласақ болады, өте әдемі әңгіме болады деген ойдамын. Өйткені Бекзатпен осындай бізде жаңағы рубрика бар. Айына бір рет осылай Zoom-мен немесе WhatsApp-пен шығып ақылдасып тұрамыз. Ағылшынға қатысты болсын, educationға қатысты болсын, әрқашанда осындай өзекті, актуалды мәселелерді талқылап, өзіміздің ойымызды айтып, осындай дискашн жасаймыз көбінесе. Сондықтан бұл да бір дискашн болады. Сіздер де бізбен бірге отырғанда тыңдасаңыздар болады, өздеріңіздің печенье, бисквит, cookies, қалай American либо British осы екеуін біреуін айта алмай қаласың ғой, cookies деймін ба, бисквит деймін бе деп. Окей. Екеуі дұрыс бола береді негізі. Anyways, кеттік онда. Ең алдымен жалпы бұндай нәрсе орыс тілімен де болады. Менде өзімде қытай тілімен болды, шыны керек. Мен университетте екінші шет тілім қытай тілі болған. Конфуций центріне барам, бүкіл жаңағы грамматиканы да өтеміз, сөздерді жаттаймыз, 4-ші уровеньға дейін жетеміз. Бірақ сөйлейін десем, қорқам, жаңағы ұялам. Қойш, қазір мен түсінбей қалады, акцентім бар. Жаттаған сөздерім бірден келмейді. Сондай нәрсе көп болатын, бірақ ағылшыннан гөрі көбінесе мен жаңағы уақыты мен ынтамның бәрін қытай тіліне беретін, бірақ нәтижені күте алмадым. Ең бірінші себептердің бірі, менің ойымша, ол жаңағы адамдар ұялады да, ағылшын тілінде, мысалы, неге көбісі сөйлей алмайды, грамматиканы білсе де, сөздерді білсе де, олар ұялады. Ұялу деген, жалпы не деген сөз, бұл жерде, ол біздің миымыздағы проблема да, бір таракандарымыз бар, жаңағы қойш, менің акцентім бар ғой, қайта сөйлеп қалсам ше, күледі маған, немесе жасым 30-дан асып кетті, мен қалай үйренемін, немесе 20-дан асып кетті, 0-ден бастаған ұят шығар деген секілді. Яғни сондай бір таракандарымыз бар мида. Сол үшін мен айтарым, ешқашан да жаңа ағылшынша сөйлеуге ұялмау керек. Және ол айту оңай, ұялмау керек деп. Бірақ ол не деген сөз ұялмау керек деп? Ол қате жасаудан қорықпау керек деген сөз. Акценттен қорықпау деген сөз. Мысалы, менде көптеген достарым бар, жаңағы шетел азаматтары, Кореядан, сосын ақш-тан, олар қазақша үйреніп жүрді. Қазір тіпті бір YouTube блогтары да бар. Керемет, және қазақша сөйлейді. Қазақша сөйлеген кезде олар акцентпен сөйлейді. Бірақ мен олар түсінемін ғой.
біз де тура сол сияқтымыз да, яғни ағылшынша сөйлей бер, акцентің болса да ең бастысы сені адамдар түсінеді ғой деген секілді. Сол үшін жаңағы бір бұл ситуацияны қазақ тілімен сияқты сондай ситуация ретінде қарастыру керек менің ойымша. Және екінші нәрсе ол жаңағы менің жаңағы деңгейім төмен, басқалардан көрі, менің досым күштірек сөйлейді, ол жаңағы ақш-қа барып келді ғой, немесе андай нәрсе бар, қойшы ол мынандай мектепте оқыған ғой, оның жағдайы бөлек деген сияқты. Байдың баласы. Иә, байдың баласы деген сияқты. Ондай жағдайлар, жаңағы бэкграунд дейміз ғой, әр адамның бэкграунды әртүрлі болады, мен оған келсем. Бірақ нәтижеге жету ол оңай нәрсе емес. Қандай жағдаймен болсын, сол үшін сіздер өз-өздеріңізді салыстыруыңыз керек. Мысалы, бұрынғы Әсел, мысалы, жаңағы төбе тіпті не екенін білмеген, қазір мен үйреніп алдым, жарайсың. Ары қарай, иә, мысалы, бұрынғы Әсел ешқашанда бір ақш азаматына келіп ағылшынша сөйлеуге ұялатын еді, ал қазір мен Арбатта келе жаттым, мысалы, иә, шетелдікті көрдім, барып, қал жағдайын сұрайын, Қазақстан туралы сұрайын деп, ұялмай сіз барып одан сұрасаңыз, оғандай уже бір қадам жасадыңыз деген сөз да. Яғни сондай нәрсе басталады менің ойымша, нәтижені сондай нәрселерден көруге болады. Сен қалай ойлайсың, мысалы? Иә, мен толығымен келісем, негізі толығымен келісем, бірақ енді бұл жерде бір айта кететін жайт бар. Біз Қазақстанда тұрамыз, қазақпыз, қазақ тілінде көп сөйлейміз, әсіресе мектепте оқып жүрген балалар. Содан кейін жаңағы ағылшын тілінде сөйлеуге қорқу, ол негізі мұғалімнің кесірі деп ойлаймын. Кейде мұғалім түзеп жүреді. Мен өз тәжірибемде болған. Мысалы, ағылшын тілін үйретіп жатқан кезде мен 5-6 қателік жібердім. Балаларға түзеп жібердім. Енді білмеймін енді. Содан кейін ол бала сескенетін болды. Мен соны байқап қалдым, енді олай істемейтін болдым. ол біріншіден, не үшін ол қорқады мұғалімден. Екіншіден, бізде менталитет өте кәдімгіше енді проблема менталитет десе болады. Бізде де мектепте де КТЛ-да да балалар болған. Енді Нұродада да болған жоқ ондай, Нұродада да кішкене балалар көзі ашық деп айтсам болады. Бірақ енді кейбір кезде болды. КТЛ жамандап отқан жоқпын. What's your name деп айтып қояды дейді, деп қояды дейді деген кездер болды. Ағылшынша сөйлеп қояды дейді, бүйтіп қояды дейді. Ағылшынша айтып қойғансыз ғой, деп күледі. Және мен ресерчімда да болды ондай. Мұғалімдердің несін қарым-қатынасын Content and Language Integrated Learning-ға сұрап жатқан кезде, ол пікірлеріңіз қандай ұнайма деген кезде, жаңағы балалардың осындай айтқанынан кішкене көңіл күйіміз түседі. Осы менталитеттің кесірі деп ойлаймын. Және де ата-ана үйдегі атмосфера, ол кісілер енді Совет үкіметінен шыққан кісілер, олар ағылшынша сөйлемейді. Қазақ тілінен басқа енді орыс тілі болса жарайды, ол түсінеді, бірақ енді ағылшынша балаға атмосфера жоқ. Ол жағы ұнамайды. Өзім де сондай жанұядан шыққам, жалғыз өзім. Жанұямда ағылшынша сөйлейтін, осы идентификацияны өзгерген, кішкене модифицировать еткен. Сол кемшіліктері сол жақта, сондықтан қорқады олар. Бәрімен келсем, айтылған 3 фактормен келсем, сосын тағы бірінші факторға қатысты, жаңағы біз айттық қой, мұғалімнің кесірі де болуы мүмкін деп, онда толықтай келсем, бірақ мынандай нәрсе де бар. Мысалы, менде бір оқушым болды. Ол бірінші сабақты өткіздік. Сосын ол маған айтады: "Мә, саған апай," дейді, "осынша жыл бойы біздің ағылшын тілінен беретін апайымыз қиын қылып түсіндіріпті осы тақырыпты," деп. Өзінің ренішін айтады да. А ол адам уже жасы 25-те. Қараңызшы, сонымен ол айтады, кейін келесі сабақта келіп маған айтып тұр: "Мен апайымның нөмерін тауып алып, сол ағылшын тілі апайына WhatsApp-қа жаздым," дейді. "Апай, сіз бізге ешнәрсе үйретпепсіз, бір нәрсе." Мен айтамын ғой, "Не үшін олай жасайсың?" деймін да. Не үшін? Яғни сен бүкіл уақытыңды, энергияңды сыртқа жіберіп жатсың. Ол апайдың кесірі, ол жаңағы ата-ананың кесірі. Жарайды, кесірі болсын, бірақ сен оны алда ысырып таста. Енді болғансы болды дейді ғой. Үйрен де жирен, сол сияқты. Енді сол нәрсені үйрендің ба, енді болды. Оны ысырып таста да, баста. Жаңа ағылшын тілінде алда жай ғана еш жаққа кетудің қажеті жоқ. Қазір ақпарат барлық жерде бар. Мысалы, YouTube-та, мысалы, мен де өзім жаңағы сабақтарды салып тұрам.
ағылшыннан, иә, сондай сияқты адамдар көп ағылшынша сабақтар салып тұратын интернетте бәрін бар. Соны алып жай ғана бастай беруге болады. Мысалы, біздің жаңағы совет үкіметінің кезінде интернет деген ондай енді мүлдем болмаған ғой сол кезде. Оларда жаңағы native speaker деген ондай мүлдем жоқ. Сонымен сол кезде жаңағы мен кейбір туысқандарымнан сұраймын, олар айтады, біз деген дейді ағылшын тілін жаңағы кассета деп айтады да, кассетамен бүйтіп құлағымызға салып соны тыңдайтын едік қой дейді, жаңағы диалогтарды оқып, өзіміз кітаппен дайындалғанбыз дейді. Ешқандай интернетсіз, ешқандай жаңағы қасымызда ешкім сөйлей алмайды дейді ағылшынша. Солай дайындалып, әйтеуір бір жерді тесіп шыққан да сол кісілер. Яғни сылтау іздеймін десең, іздеп таба бересің. Интернет жоқ, анау жоқ, жағдай жоқ, мынандай жоқ деп. Бар ақпаратпен сен жаңа үйінде бір кітап болсын табыла ма ағылшыннан, соны ал да оқи бер деген секілді. Мен айта кетейін деген бір жайт бар. 2009-да мен интернет не екенін білген жоқпын. Не ол интернет? 2009 десе? 2009. Интернет деген не? Біздің қыздар ұлдар ВК-да отырады, суретке түседі, ойбай, мой мир, там, сенсация болып жатқан кез бізде дым телефон жоқ. Енді мен как бы disadvantage family-дан шыққам. Біз ондай жоқ, компьютерді ұстап көрмегенсің, жабай болдық десем де болады. Бұл ұялатын жайт емес, бұл негізі факт. Нормальный жағдай. Әр адамның семьясында басынан өтуге мүмкін өтетін шығар. Сосын мынандай жағдай болды. Неге мен емес? Неге ана кісілер біледі, анау біледі, мынау біледі. Бәрі неғып андай IELTS туралы айтады, ол не? Бәрі там уайымдап жүр. Бізде бастау деген мектепке барып, ана Solutions деген кітапты ұстап, құшақтап, мен автобус ішінде тұрып қараймын, қызықты болды. Бірақ неге мен емес? Сөйтіп мен 23 мектепке оқуға түсем деп шештік. 9 класстан кейін. Математика сабағы болды, экзамен, қазақ тілі болды, психология болды, и ағылшын. Ағылшын тіліне барғанда маған сен бұл мектепте оқымайсың деп айтты мұғалім ағылшын тілі. Мен бұны ешкімге айтпаған едім, сен білмейсің бұл историяны. Соны айтып жатырмын да, неге көп кісілер, жаңағы балалар, олардың жағдайлары бар да, олар интернет бар, телефон бар, барлығы бар да оларда. Пайдалану ғана қалды. Иә, оларға бетіне бұлшық дегізіп ешкім айта алмайды да қазір. Имейте право. Имейте право деп айтады да. Ал мен ол кезде андай ешкім қорғай алмайды ол кезде. Баламын, 9-шы сынып бітірдім енді ғана. Біз сені алмаймыз. Сені оқытпаймыз, өйткені бұл мектеп мықты мектеп. Ол действительно мықты мектеп болған. Сол кездегі. Қазір я так не думаю. Сөйтіп оқытпаймыз, ренжіме, бірақ мен саған ағылшын тілін білемін, өйткені сен білмейсің. Қатты жүрегіме тиді. Сөйтіп үйге прям келдім, настроение жоқ. Мамаға айттым, мен естімін, маған естіп айтты, алмаймын деп айтты деп. Сөйтіп алмай қойды мектепке. Сол жерде триггер болды деп ойлаймын, мен итерген алдыға қарай ағылшын тілін оқуға. Намысыңа тиіп кетті ма? Иә, мен қасымда отырған қыздар ұлдар, олар не екен да? Андай ауқатты жанұялары шыққан, сол Лондоннан келіп, Талдықорғанда, ата-анасы Талдықорғанда тұр екен, бірақ Лондонда оқыған, ағылшынша сайрап тұр да, кәдімгіше қызықтым сол кезде. Неге олар деп жатқан сондықтан. Сосын мен түсіндім, мен болған жағдай, мысалы, менің осы жағдайым, ақша жоқ, ата-анам қатты мән бермеген, білім алуыма. Бірақ мен айттым, ол мен емес. Мен басқа адам, мен басқа жеке тұлғамын, және мен қолымнан келеді, олардың қолынан келді. Дедім да, менің телефонда жоқ, түк жоқ әселі. Мен рас айтамын. Балаларды айтып отқаным сол, олар жоқ-жоқты көрмеген. Сондықтан олар қиын болып тұр да. Егер адамзаттан бірдеңені алғылатын болса, ол соны алу қайтаруға тырысады. Егер бостандығын албаса, адам сыртқа шығуға тырысады. Мен мысалы, дым ремонт жоқ, міне осы бөлме. Құдай көріп тұр. Осы бөлім быт-шыт шыққан. Сол кредитқа мен мына жыл айтқандай, мамам кредитқа Samsung алып берді, Samsungпен интернет қосты. Сөйтіп englishtips.com деген сайт тауып алдым. englishtips.com әлі есімде, көрдіңіз бе? Өте маңызды болғандықтан.
сөйтіп Solutions деген кітап сатып алдым, и сол жерде бірінші рет әсел аудио бар екен естідім. Аудио бар екен ғой. Оказывается, мен бұрын құр ғана кітап оқып үйрене бергенмін ғой. Аудио бар екен, сосын видеолар бар екен. Үйрететін жаңағы акцент, тыңдауға деген сияқты. Бірақ ноутбук алмай тұрып, ноутбукты сразу аламады, өйткені жағдай жоқ та. Ақша түсу керек деген сияқты. Ол кезде еще первый взнос деген болған. Ақша саласында батып, қазір ғой 0024, 0012 деген қазір ғой, ол кезде ол басқаша болды. Бірақ сол кезде андай ескі телефон болған, қытайский андай получкасы бар ғой. Получкасы сол экраны сынып қалған. Сол жерге әйтеуір екі портпен біреуге телефонға тығып, компьютерға тығып, базарға барып, ақша төлеп, аудионы кіргізіп, мені осыны айтып жатырмын да, қиын. Аудионы тыңдаған келеді. Қазір біздің қолымызда, мысалы, қалтамызда кіре саласың, masterclass.com мысалы, қазір аша салдым, қиналмайсың. Bluetoothпен жүруге керек емес, загрузил, посмотрел, YouTube бүкіл жерде бәрі бар. Осы жоқшылықтың кесірі, немесе жоқшылықтың арқасы алдыға итереді. Ал енді балалар, сендер неге үйрене алмай жатырың десеңдер, сендерде бәрі бар. Барлықтары алдарыңда көп, бүкіл выбор тұр, и сендерге скучно, просто скучно. Бұл менің жеке пікірім. Істегілерің келмейді, өйткені бәрі доступно. Вот, мен айтайын дегенім осы. Рахмет. Андай, I guess people, they get inspired, motivated. Бұл енді таза өмірден алынған, ешкімнің өмірі емес, менің өмірден алынған. Өте, мен алдында да айттым, өте сондай пақыр, кедей жанұядан шығып тұрмын мен. Жоқ енді, күнде кеспемен картошка жеп жүрген жанұя. Енді кім, Заманбек Нұрқаділов айтпақшы, сондай жанайдан шыққан адамдар да, оларда болады да. Он хочет стать кем-то хочет стать. Деп айтып кеткен тұғын, именно сол да. Ал жағдай бар балалар, оларға керек емес, олардың ата-анасы бар. Ой, балам, сүйсіп көтсе, бетінен түседі, ана жаққа оқуға түсіреді, Smart School, не дейді тағы, JC Study, әйтеуір көп. Мен олардың барын жаман деп жатқан жоқпын, просто доступ бар да оларда. Ал егер сен екі қолың байлаулы, тамағың ішетін тамағың жоқ, ол жаққа барып оқуға орны вообще әзер күн көрсін, сол кезде енді қатты мотивация сол кезде келеді. Сосын жаңағы екінші жағдай, жаңағы айттым ғой, ауқатты отбасы деген сияқты. I think I can relate to that. Яғни менің ситуациямды алатын болсақ, мен как раз таки жаңағы сен айтып жатқан дарынды балалар мектебінде оқыдым, Қазақ-түрік лицейде. Бізде шынымен бәрі болды, интернетте оқимын десең, ақпарат бәрі бар. Бірақ менде мынандай жағдай болды. Жаңағы жағдайым бар екен деп, былай ерініп кетуге де болатын еді да. Taking something for granted дейді ғой. Олай жасамадым да. Мен еңбектеніп, бірақ бір ғана не болуы мүмкін. Айырмашылық, мысалы, екінші группа балаларда олар тезірек жететін сияқты да нәтижеге. Мысалы, жаңағы сен айтып жатсың, бірінші телефон арқылы, сосын ноутбукты алдым, сосын биттім, сосын үйрендім десем, ол саған біраз уақыт кетті деп ойлаймын да. Сенде бәрі дайын болған кезде, саған ағылшын тілін үйрену үшін 3-4 ай жетеді деп ойлаймын. Мысалы, күнделікті 1 сағаттан үйренетін болсаң, 3-4 айда сен жақсы уровеньға жете аласың, B1, B2 уровеньға жете аласың деп ойлаймын. Сосын маған тағы бір ұнаған нәрсе, сен жаңа айттың, бірінші рет аудио деген нәрсе бар екен, видео деген нәрсе бар екен, көрдім деп. Вот как раз біздің қазір айтатын техникаларымыз осыған байланысты. Ол жаңағы reading out loud және shadowing деген техника. Сіздерге түсінікті болу үшін біз осындай демонстрация жасағымыз келіп жатыр. Reading out loud дегене, shadowing дегене. Сол кезде осы екі техниканы егер пайдаланатын болсаңыздар, жарайды күнде деп айтпай қойып, мүмкін біреулеріңіз жұмыс жасайсыздар, бірақ аптасына 2-3 рет қолданатын болсаңыздар, онда 1 айдың ішінде сіз нәтижені байқайсыз. Яғни сөйлегіңіз келіп тұрады, жаңағы ойыңыз кішкене ағылшынша болып, мысалы біз қалай істейміз? Бұрында мысалы ағылшын тілін онша білмеген кезде бірінші қазақша ойлайсың, немесе орысша, сосын аударасың, ал қазір андай деңгейге жеттік та, тек қана бірден ағылшынша ойлайтын.
сол үшін қазір бір демонстрация жасап жіберейік. Reading out loud пен мақұл. келесі жаңағы shadowing. Ол үшін бізге Бекзат көмектеседі. Окей. Былай демонстрация экранын жасасаң болады? Демонстрация экраны болғанда былай ауызша айта берсек. Ауызша ма? Жарайды? Иә, өйткені reading out loud деген жаңағы өзі атында тұр ғой. Жай ғана дауысқа оқи салу. Иә, ол деген сияқты. Мысалы бір текст тұрады. Кез келген кітапты аласыздар. Кез келген кітап. Мысалы айтайық, бір кітапты қазір жасап көрейік. Менде бір кітап болған. Немесе сенде бар ма кітап? Менде де болу керек. Бірақ менде тек қана сол IELTS, SMILES, сондай кітаптар ғана андай жоқ. Том Сойердің кітабы бар. Қытайша иероглифтарға мән бермей қойыңыз. That's cool. Okay, so alright. Бәріне түсінікті болу үшін осылай жасақ болады. Мысалы, мен осындай кітап бар. Бірінші техника reading out loud деген сөз. Яғни бұл оқу. Мысалы, неге out loud деп айтады? Өйткені көбісі жаңағы ұялады екенше оқуға. Іштей оқуы мүмкін. Бірақ мына сыртқа адамдардың көзінше оқуға, мұғалім көзінше, сыныптастардың көзінше, группаластардың көзінше оқуға ұялады. Сол үшін ең алдымен сіз үйде отырып осы reading out loud техникасын жасасаңыздар болады. Қазір бір demonstration жасап жүрейік. Okay, you can start, I think. Just regular reading. Yeah. I mean, кітапты ашасыздар да, жай ғана, мысалы, егер beginner, енді ғана бастап жатқан болатын болсаңыздар, жай кітапты ашасыз. Мен өз тәжірибемді қысқаша айтып кетейін. Менде кімдер туралы болды? Slavery, құлдар туралы, Америкадағы. Және мына жерде көріп отырсаңыздар, мысалы, Tom she cried деп тұрды. Осы cried деген сөз мен жылады деп аудардым. Енді beginner болған кезде мен ойбай, не жылай береді, анау cried, мынау cried. Әр жерде cried. Неғып бұлар еңіреп жатыр десем, сөйтсем, бұл басқа мағынасы бар екен да, сөйтіп бір сөздің неше түрлі мағынасы бар екеніне көзім жетті. Вот именно сол жері. Сондай бір нюанстарды алдын ала біліп алсаңыздар, тамаша болатын еді. Жай ғана оқисыз. Сосын оқыған кезде де менің ойымша әрбір сөзді түсінудің қажеті жоқ. Егер сіз білетін болсаңыз, ол тіпті жақсы. Өйткені мынандай адамдар да бар, уровеньдер жақсы B1, B2 дейік, немесе advanced болуы мүмкін, C1, бірақ жаңағы сөйлеуге ұялатын адамдар. Осы техника сіздерге менің ойымша эффективный болады. Өйткені сіздер дауыстап оқисыздар ғой. Яғни өзіңіздің дауысыңызды, ағылшынша сөйлеген дауысыңыз сіз үшін бір норма нәрсе болады да. Мысалы, бастап көрейік. Қалай, can you just like read with интонациямен оқып бар ғой. Солай дауыстап оқу керек та. Асықпай, күнделікті 30 минут болсын. Мен қысқаша бірдеңе айтып кетейінші сосын. Қазір оқимын. Осы тыңдармандарымызға, көрермендерімізге. Мына сөздер, мысалы, cried, shouted, немесе жиі кездесетін сөздердің бірі suddenly болған. Менде suddenly, asked, replied. Осы сөздер әр кітапта қайталана береді, потом оқи берген скучно уже. Уже резко түсіне бересің да, сол жағын айтайын деген мойындамаңыздар. Сосын кітапты ашасыздар да, жай ғана оқып бастайсыздар. Tom and the Fence. Әсілет қандай, аудармасы керек емес, бірақ енді түсінбей жатсам, не ол десеңіздер, фрк етіп аударсаңыздар болады. Ал кеттік. Отырасыздар, аудио болса аудиосы бар, аудиосыз да болады, негізі. Леппелік сүреген кішкене сол ырғағына қарай мәнерлеп оқысаңыздар болады. Tom. There was no answer. Where is that boy? Tom. Aunt Polly looked under the bed, but she only found the cat. Tom, she cried. Then she heard a noise behind her. A small boy ran past, and she stopped him with her hand. What are you doing, Tom? She asked. Nothing.
Nothing. Look at your hand and your mouth. I told you not to eat the jam. Oh, Aunt Polly, look behind you. Okay. Something like this. Yeah, something like this. Yeah. Я өйстіп оқысаңыз да болады. Бірақ менің практикамда бір annoying, ішіп тұратын зат бар. Иә. Көбісі маған айта береді. Мысалы мен видео көріп отырамын. Иә. Видеодағы бір реплика ұнап 5 секунд назад. 5 секунд назад. 5 секунд назад. Осылай 10-15 рет істеймін. Это мен сол бір қуып кетемін кейде сөйтіп. Ол сөз мысалы мен тыңдай беремін өйткені оны бірінші естіп тұрмын да. Мысалы мен insurmountable деген сөзді осы жақында ғана естідім. Insurmountable. Что это такое? Мен солай сөз жаттаймын. И қайта тыңдай беремін. Жаңағы қайта тыңдай бердім, ұялмаңыздар деп айтқым келеді да, өйткені солай ғана біз жаңа сөздер жаттаймыз, жаңа ырғақ келетін болады. Сол ағылшын тіліндегі мәнерде сөйлейтін болса, өйткені мысалы IELTS тапсырған кезде де ол жерде критерий бар. Pronunciation деген критерий бар. Ол жерде сіз табиғи сөйлеуіңіз керек та, natural деп жатқан. Дұрыс адамда өтірік фыр дегіздің ғой, табиғи айтылу ғой, яғни сөздің айтылуы. Иә, өтірік емес, жаңағы шынайы сөйлеу. Сол жерде өте маңызды да, pronunciation-да. Сол критериймен сіздің жаңағы сөйлеуіңізді бағалайды. Сол жер маңызды. Мысалы, бұл не үшін керек? Мен бұрын contribute деген сөзді contribute деп оқитын. Ол негізі contribute. I want to contribute. I want to contribute. Осы жері да, осындай жерлер өте маңызды. Қайта тыңдай бергеннен ұялмаңыздар, қайта оқи беріңіздер, бір зат оқи беріңіздер. Немесе көбінесе енді қазақ тілінде жаңағы стресс деген қалайды. Ударение жаңағы. Ударение. Ударение көбінесе жаңағы соңына түседі ғой. Сол үшін көбісі сөйлеген кезде, ағылшын сөйлеген кезде соңына түсіргісі келеді. Жаңағы contribute немесе development дейді ғой. Сол секілді. Көп тыңдаған сайын сөздерді. Көп тыңдаған сайын оңайырақ болады. Сосын тағы осы техника бір қосатын нәрсе, менде бұрында мынандай болатын. Мен жаңағы ұялатын басында 8-9 сыныпта ғой. Класста оқуға ұялатын, сол үшін өзім бір кітапты ашам ағылшынша. Тура осылай сен сияқты оқи бастаймын. Сосын өзім түсінігімді айтамын да, өз-өзіме бірандай. Retelling. Өз-өзіме айтамын, мысалы, былай бастаймын. Okay, so there is a boy Tom, да? Оңай тілмен сөйлейтінмін. He has Aunt Polly, да? Сосын she's angry, да? Why she's angry? Because сосын түсіндіремін былай. Өз-өзіме бір жаңағы оқығанына диалогты түсіндіремін. Бұл да жаңағы сіздің спикингіңізді дамытуға күшті жаңағы үлесін береді. Ал онда жалғастырайық. Келесі ол shadowing. Shadowing, мой любимый. Бұл бекзаттың ең авторы shadow деген жалпы ол көлеңке деген сөз да. Сонда shadowing деген сөз андай көлеңкелеу деген сияқты ғой. Сен түсіндің ол не екен? Мен мысалы осы shadowing өте жақсы көремін. Әсіресе осы тіл үйреніп бастаған кезде қатты көп қолданатын. Не себептен? Өйткені тура сол ағылшындар сияқты сөйлегім келді. Жаңағы аудионы естіген кезде, ой, барлар тез сөйлейді екен да. Ол жерде жаңағы санатпен бөлінеді ғой. Beginner, elementary и advanced деген. Сөйтіп маған қызық болды да, ана advanced'ың ішіне не деп кіріп қалып едім ана жерде. Hello, Rachel. Today I think I'm not available. I'm sorry. Тез сөйлейді да енді андай. Мен өмірі естімеген сөздері. I'm not available. Не дейді? Андай бір сөздер бар. Жиі қолданады олар. Do you fancy going out tonight? Дейді ме? Бүйтіп. Do you fancy деп жаңағы қылтиып айтады да. Сол жер қызық болды да. Неге олар сөйтіп айтады? Немесе бір интонациясы бар. Сөз сөйлеген кезде бір күшті бір мәнерлеп айтады да. Сол жағы өте қызық болды. Сөйтіп мен shadow'ды қолданайын дедім. Shadow'ды қолданып, қос қойып, Sherlock Holmes болсын,
бүйтіп басталады ғой, once upon a time деп мысалы да, тура сол нарратор, жаңағы нарратор қазақшасы қалай? Вот это вот. Жаңағы айтушы дей ма? Қалай айтамыз? Иә, сол кітапты оқиғаны айтушы, жаңа әңгімені айтатын кісі, вот нарратор, соның артынан қайталап, 1-2 секунд артта тұрам, бірақ соның сөзін қайталаймын. Бірақ кейде бір сөздер болады, түсінбейтін, оларды жіберіп қоя беремін да, бірақ ары қарай кете беремін. Бұл жерде ең маңызды артынан жүріп тұру. Дәл 100% жүрме, бірақ жүріп тұру ақырында. Яғни сен көлеңке сияқты жүріп тұрасың да, артынан қайталап тұрасың. Осы сәтте мен 2 затты айтып кеткім келіп отыр. Бұл жаңа ғана есіме түсіп отыр. Осы shadow дегенді, көлеңкелеуді адамдар, оқушылар екі жағдайда қолданғысы келеді. Бірінші жағдай ол entertainment. Олар өздеріне ұнайды. Осы shadow жасау, көлеңке жасау, көлеңке артынан оқу, оларға ұнайды. Көңіл күйін көтереді. Ағылшын тілін білсе де, мысалы мен әлі де прикол ретінде жасай беремін. Мысалы, yo, David, could you come in here and just say, yo, Mr. K, это мой любимый сериал, yo, Mr. K, your homemade pizza smells straight up delish. Например, да, тура сол сөз ұнақалды, я такой, wow, straight up delish. Теперь осы енді менің лексиконымда бар да, бұрын бүйтіп айтпайтын едім да. Немесе там, сол жердегі сериалда, мысалы, олар сөзді қырықтайды екен. Мысалы, қазіргі жастар, Америкада, Канадада, Европада, мысалы, олар perfect демейді, олар, oh, it's perfect, that's so cool. Либо они говорят, oh, that's hilarious. Жаңағы, that's hilarious. Қызық естіледі да. Осы shadow деген. Немесе, I got a couple of potential guys in the rotation. Типа, сөйтіп айтады да. Сол жер қызықты. Shadow жасаудың сол жер өте тамаша. Сосын кейін, мысалы, тағы бір сөздер бар, мысалы, ол сөздерді бүйтіп қысқартады деп ешқашан ойламаған едім. Мысалы, conversation деген сөзді, олар бүйтіп қысқартыпты. Let's go outside so you could hold this convo. Convo, wow. Yeah, convo дейді. Wow, this is like cool, straight up, amazing. Блин, convo, біз оны қолданбаймыз. Conversation говорим, мы говорим hilarious, мы говорим perfect. Там, yo, и так далее. Они, yo, man, вот, shadowing сол жерді күшті. Екінші жағдай, это бірінші жаңағы entertainment дедім, көңіл күй көтеру. Екінші жағдай, идентификация өзгерткісі келетін жандар. Мысалы, жаңағы entertainmentқа идентификация. Мысалы, бізде қазақ деген identification бар, біз қазақпыз, әнұранымыз бар, туымыз бар, елтаңба деген сияқты. Бірақ енді идентификацияны өзгерткісі келетін қазақтарда болады. Сол европалық сияқты іс-әрекет жасағысы келеді, behavior, солардың культурасы ұнайды, солар сияқты киінгісі келеді, сол сияқты straight up delish, сөйлескісі келеді, жаңағы сол идентификацияны ауыстырғысы келеді, бірақ енді мүлдем қазақтықтан бас тартпайды, бірақ соларға ұқсағысы келетін жандар. Сондай жандар осы shadowingді қолданса керемет болатын еді, өйткені сондай европалықтардың арасында, Американ, Канада, австралиялықтардың арасында өздерін өз тарелкасында сезіну үшін. Осыны айтайын деген. Сосын тағы бір нәрсе айтатын, мысалы shadowingді жалпы біз күнделікті өмірде қолданамыз. Мысалы қалай дейік, оның алдында менің бір құрбым келді Алматыдан, ол менімен бірге тұрды, бір аптадай тұрды. Сосын жалпы ол қыз жаңағы басқа неден да батыстан, олардан шиш деген қолданады ғой, кел шиш, бар шиш деген сияқты. Мен сонымен бір апта жүрдім да, мен оның жаңағы көлеңкелеу техникасы болып кетті. Мен де бірдеңке айтыпаттым ба, сосын, бар шиш деп қоямын, өзім де байқамай қалдым. Сен біреуді тыңдау арқылы содан қайталай бастайсың да, көп тыңдаған сайын. Бұл да сол нәрсе, яғни shadowingді сіз көлеңкелеу техникасын күнделікті жасайтын болсаңыз, 30 минутқа қалай жасайсыз? Мысалы, кез келген бір видеоны аласыз. Яғни кез келген демек қойын, өзіңізге ұнайтын бір видео. Мысалы, біреулер болады, жаңағы
тамақ дайындаған сондай ютубтағы видеоларды жақсы көреді, соны қойып қояды да сол кісіден қайталайды. Иә, мысалы мен қазір мынаны турап жатырмын дейді, сен соны қайталайсың, турап жатырмын деп. Баста қайталау біраз қиын болуы мүмкін, бірақ жаңағы пауза қойып солай қайталаған сайын сенің жаңағы сөйлеу жылдамдығың да ұлғая түседі да. Мысалы қазір тағы бір демонстрация жасап көрейік, бір видео, иә, мастер-класстан көрсетемін дедің ғой. Мен көрсетейін ба? Окей. Давай. Let's do it. Мысалы сізге жаңағы футбол көрген ұнайтын болса, футболды қойып қойыңыз, және соның несін, жаңағы комментатордан қайталап тұрыңыз да. Мысалы, қазір гол салды десе, соны ағылшынша айтады, соны қайталайсыздар. Ал енді алдарыңызда отырған Уолтер Моузли 1940 жылы дүниеге келген, или 35 па, өте көп жаңағы Black Man in America, осы Black Man туралы историялар жазған. Ол айтады, бұл историялар жазған себебі осы қара нәсілді адамдар туралы өте аз немесе мүлдем жоқ кітап жазылмаған. Сондықтан осы кісі сол кітаптарды жазуға енді бел буған екен. Өйткені бұл кісінің айтуы бойынша, егер сенің адамдарың туралы литературада, әдебиетте ешқандай жазылым, жаңа кітаптар, оқиғалар жазылған, мысалы Абай Құнанбаев, бізде бар, басқа да бізге танымал зиялылар бар. Егер сенің халқың, сенің елің туралы әдебиетте ешқандай ақпарат болмаса, сенің халқың жоқ деп есепте. Сондықтан бұл кісі өте ұнады. Және бұл fiction and storytelling дейді. Маған қатты ұнаған. Fiction деген ол өтірік, ол жоқ. Өмірде болмаған, сен өз ойыңнан шығарасың, немесе жаңағы тәжірибеңнен алғандарыңды кітапқа жазасың. Мен осы Уолтер Моузлиді мастер-классқа жүктеп алдым. Бүкіл мені 13 видеосы. 1040 рет тыңдап тастадым. Бұл саған ұнайды ғой, жаңағы өте сүйіп тыңдаймын. Жаңағы шеруін жасағын келеді да, күнделікті. Мысалы, мен алатын сұрақ, маған андай блогтар ұнайды, адамдар, әсіресе Нью-Йорктағы блогерлар, мен соларды ютубта қосып қоямын да, соларды көремін да, солардан қайталап отырамын. Мысалы, right now we are in Times Square десе, мен содан қайталаймын жаңағы right now we are in Times Square деген секілді, иә? Окей, кеттік, онда бастайық. Көп емес, бір 20 секунд, 30 секунд болады деп ойлаймын. Әрине, дауыс естіліп тұр ма видеом? Жоқ, естіліп тұрған жоқ. Давай мен өшіре салайын, Bluetooth-ды. Енді естілді. Енді мен жасайтын осы әдетім бар. Біріншіден мен осылай отырып shadow жасамаймын, көлеңкелеу жасамаймын. Мен жатқан кезде қосам. Уолтер Моузлиді. Бір видеоны енді қараймын, шын айтамын. 1000 рет қараймын ба? 1000 рет. Көре беремін. Мен де солай жасаймын. Тыңдай беремін. Үйреніп қалады да. Уақыт жоқ па, күндіз бір көңіл күйің болмай қалады. Сен айтпақшы, ресурстар бар қазір қолымызда, бірақ оны отырып көруге бір түрлі екен да. Бірақ жатар кезде рахат. Таңертең подсознание өзі бүкіл информацияны саған алып келіп береді. Өйстіп жатам, түнде қосам да и басталады. Ал кеттік. Many times people ask me, what is my writing process? Often I start by telling them, by telling you. Кісінің сәл звугын азайту керек сияқты, өйткені сен дауысын естімей қалады. Окей. Мүмкін 100 емес. Видеоның дауысын мүмкін 50-ге қойып қоямыз ба? Fine. Давай. Окей. Супер. Кеттік. Сейчас давай чекнем еще раз. Start by telling them, by telling you. Нормально? What is not my process. I don't have a special chair, a special room, a special desk, special music, special incense, a special place in town. I write wherever I am, and I write whenever I wake up in the morning.
I had too much to drink last night. I mean, I get up until 11 o'clock and write. But usually I wake up about 5 or 6. And I write for 3 hours, almost every day. 3 hours. My goal has always been... It's okay. Wow, super. Shallow деген осы. Yeah. Because I'm advanced speaker, because как его көп бұл тыңдай бергендіктен, бұл видео маған ұнағандықтан сіздер ойлап қалмаңыздар, мына кісі что-то там зверь. Нет, это не так. Я не зверь. Жай ғана human being. Бұл айтып жатырмын, бұл видео маған ұнайды, көп тыңдаймын бұны, және де құлағым үйреніп қалған. Сондықтан мен осылай сыпылдап айтып отырмын. Бұл жерде captions бар, жаңағы субтитрлар, субтитрмен жасасаңыздар бастапқыда. Бастапқыда солай болады. Немесе былай да істеуге болады. YouTube-ға былай жазсаңыздар болады. Мысалы A1, A2, like English videos деп, мысалы ағылшын тілінде бірінші, екінші уровеньдағы видеолар болады. Диалогтар, оңай диалогтар бар ғой, мысалы hello my friend, hi, how are you doing? I'm doing fine, what about you? деген сияқты сондай бір оңай диалогтар тауып алып, соны көлеңкелесеңіз болады, содан қайталап тұрасыздар да. Менің ойымша осы екі техниканы істейтін болсаңыздар, бір айдың ішінде, мен сізге гарантия беремін деп қояйын, нәтиже болады. Ал сіз істемейтін болсаңыздар, мысалы күнделікті 30 минуттан 15 минуттан арнамай істемейтін болсаңыздар, онда нәтиже болады деп күтпеңіз. Немесе андай марафондар бар ғой, бір аптада мен саған сөйлеуді үйретемін деген секілді, немесе жаңағы менің курсыма қатыс, сосын үйреніп аласың деген. Үйреніп алуыңыз мүмкін, егер сіз жаңағы бір әрекет бастасаңыздар. Мысалы күнделікті 5-10 сөз жаттап, сосын shadowing жасап, reading out loud, дауыстап оқып, соны жасайтын болсаңыздар, менің ойымша міндетті түрде сіз еркін ағылшынша сөйлейтін сондай дәрежеге жетесіздер. Мен өте келсем, әселмен досым, брау, баласым, біз екеуміз нормально общение ұстаймыз деп қу кеткен деймін. В общем, әселмен келсем, дұрыс айтады. Айта кететін жайт осы. Қазір бәрі бар ғой, технология, интернет, ресурстар өте көп енді. Біз мына жерде кішкене көп сөйлеп қойдық. Барлығы сіздердің қолдарыңызда. Осыны айтайын деген, ешкімге керек емессіз. Оқушыларға айтайын деген, вы никому не нужны, честно, кроме родителей. И друзья вас позабудут, и коллеги перестанут общаться. Орысша сөйлеп кеттім, I'm sorry. Ешкімге керек емес, сіздің ағылшыныңыз ешкімге керек емес. Тек қана жүрегіңіз қалай жауап береді. Мысалы, мен айттым ғой бағана, мектепте маған бетіме чұқып, сен сөйлемейсің ағылшынша, біз сені ұқпаймыз, өйткені сен ұқпайсың, сен тупойсың деп айтпағанша қимылдаған жоқпын. Егер сіз сондай моментті күтіп отырсаңыздар, добро пожаловать. Бір күні біреу сізге айтуы мүмкін. Күтпей-ақ бастауға да болады ғой. Мысалы, әселі мен енді қатты өмірге бұлш тегізіп жатқан шығармын қазір, бірақ бұл реальность. Мен бетіме бұлш тегізді. Ты никто. Міне, оқушыларға айтайын деген, ты никто. Ты ноль, без палочки. Маған айтқан көп кісілер. Мен жазда оқып жүрген кезде, волонтер болған кезде, олар қатты менсінбей, диплом жоқ. Және де осы менталитет жағы, мысалы Америкада олай болатын, айтатын болса, come on, man. Соттау жерде болатын еді, бірақ бұл Қазақстанда, надо знать, что это KZ. И ол жерде адамдар бар. Және де адамдардың менталитетінде мен байқағаным. Нет незаменимых людей деп айтады. Маған өте қатты ұнамайды. Сол. Незаменимых людей. Типа, мы тебе всегда найдем замену. Или тағы да айтатын мәселе, мы не готовы вам предложить, деп айтат мысалы, вам отказывают. И мы вам предложим, когда такая необходимость будет. Деген, сондай ауыр сөздер естігеннен кейін барып сіздер ағылшын оқысаңыздар, онда я понимаю, ол кезде мотивация болады да сіздерде, сол ашу, ыза,
ал басқа мен ойымша адамға да байланысты. Мысалы біреуге ашуына тиіп ол бастап кетуі мүмкін, біреулер өшіп қалуы да мүмкін да. Сол үшін бір нәрсені күтпеу керек, мынандай болады немесе мынаны күтіп отырмын деп. Жай ғана осы сізге айтып жатқан осы техникаларды пайдаланыңыздар, сосын міндетті түрде егерге пайдаланған болсаңыздар комментарий тастап кетіңіздер. Маған инстаграмға жазсаңыздар болады, қалай осы техника шынымен нәтижесін көрсетті ма, көрсетпеді ма. Мен өте қатты қуанышты болар едім, бекзат та қуанышты болады. Сосын сұрақтарыңыз болса, басқа да сұрақтарыңыз, мысалы жаңағы ағылшын тілін неше айда үйрене аламын, сондай әртүрлі сұрақтар болатын болса тастап кетсеңіздер болады комментарий астына. Міндетті түрде жауап беруге тырысамыз, оқып көреміз. It's going to be like discussion again, discussion ретінде менің ойымша қызық әңгіме болады. Барлықтары сіздердің қолдарыңызда, кім не айтса да, мен ешкім жамандап жатқан жоқпын, жай менталитет туралы айтып жатқанмын. Барлықтары қолдарыңызда, ондай жағдайды күтпесеңіздер де болады. Просто возьмите и сделайте. Exactly. Окей. Азаламат. О zaman онда көріскенше достар. Сау болыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар.